Мен өзім Темірланның қызым, бірақ Түркістанға тұрмысқа шыққам. Сонымен амал жоқ осы стройкаға шыққам. Сол маған Темірланға барып келу маған қиын болды. Түркістаннан орын болмады. Сонымен құр қарап отырғанша деп қасына шыққам күйеуімнің. Қой бір адам тапқан не болады деп. Онысы бала шаға өсіп жатыр. Қазір күндегісі күнде продукты қымбат. Сонымен қасына шықтым, енді үйреніп кеттім қасында жүріп осымен. Сонымен амал жоқ осымен іш жаққа кіргім келмейді. Мынандай айлық тапқаннан кейін ешқандай не осыны істей береміз деп жүрміз қазір. Кете береміз. Қай қала болса да кете береміз фирмамен бірге. Басқа қалаларда істеп көрдіңіз? Басқа қалада істегем, Алматыда істегем, Астанада істегем, Шымкентте істедім. Өзі 4 фирмамен, осы 4 фирмамен жақсы жұмыс жасаймыз біз. Денсаулыққа енді зиянына зиян. Мынау раствордың өзін араластырып жатқан кезде, мысалы, ұшады ғой мұрнымызға, өкпеміз толады. Шаң топырағы, химия ғой бұл да енді дайындап жатқан. Өкпеміз толады кейде, мысалы. Жөтеліп кетесің кейде, шаң топырағы. Бірақ енді жақсы ақша тапсыншы деймін де. Жақсы жағдайын жасасын, машина алсын, әйелдер үй алсын. Қазір көп қой енді. Жағдайы болып тұрып та әйелдер істемей жүрген әйелдер көп қой қазір, мысалы, денсаулығы болып тұрып. Енді шақырар едім мен бәрібірде. Жақсы 500 мың айында қазір қай жерде береді, мысалы, жақсы істесең табасың. Маңдай тер бұл. Настоящий маңдай тер. Терлегенде енді жақсы терлейміз. 2 күн, 3 күн жатамыз. Өзім бағана медикпін ғой енді. Өзіме дәрілерімді салып, әйтеуір обезболивающий ішіп, амал жоқ бітіру керек объектін. Мойнын алғаннан кейін бітіріп беруіміз керек. Мысалы, бұл кісілерге де спрос болады. Олар бізден спрос жасайды. Амал жоқ шығамыз, істеп береміз. 2 күн максимум жатамыз үйде. Одан кейін шығамыз. Осы жердің өзінде 15 әйел бар қазір. Осы 4 домның өзінде 15 әйел жұмыс істеп жатыр. Барлығы осы малярный жұмыстар. Еркектер кафель, линолеум, паркет сондай жұмыстарын істейді. 65-ші мектепте Шымкентте жұмыс істегенбіз. Капремонт болған мектепте. Сол кезде ең әсер қалған осы стройкада маған директорның алғысы айтып жылағаны. Рахмет сіздерге деп бітіріп неғанымызда. Ең сол маған басқа объектіге қарағанда сол директордың маған рахметін айтып жылап неғаны. Сіздерге рахмет, бітіріп бердік та ключа бітіріп бердік. Паркетін төсеп, ішін бәрін қырып, еркектердің бәрін салып, сөрдеді, әйелдер болып жүрдік. Ең қызығы сол болды маған әсерлісі. Стройкада жүргенім, мысалы, рахмет алған, алғыс алған қандай рахат екен ғой деп сол кезде көрдік. Мен медицина саласында өйтіп рахмет алмаған едім. Енді әйтеуір бір семьяға болса да, бір квартира болса да, бір семьяға болса да үлесіміз қосқанымызға қуанамыз. Осы әйтеуір бір семьяны көруге. Енді көп домдар бұл жерде банағы мүмкіндігі шектеулі жандарға беріледі, көп балалы аналарға беріледі. Соларды әйтеуір кіруіне, ертерек кіруіне бір үлесіміз қосқанымызға қуанамыз. Ары бері өтіп кетіп жатқанда көріп қуанамыз оны. Арманым шетелге бару, демалу. Құдай қаласа осы жылда армандаймын негізі. Күйеуіміз екеуміз күлеміз ғой, қош сен ендігі жыл мен келатсың. Осы объектіні бітіреміз, болды барам деймін ғой, басқа объект шығып қалып, қой мынаны бітіріп ала салайық деймін ғой, одан кейін барамыз деп. Сосын күйеуім айтады, сен айтпай-ақ қойшы енді дейді. Сол енді бірақ бару керек енді. Биыл күзде барам деп точно армандадым енді. Оны көрерміз енді, тағы бір объект шығып қалмаса. Осы маляр жұмыста жүргеніме 2 жыл болды. Бұрын әртүрлі жұмыспен айналысатын. Нелерде жұмыс істейтін тұғым, мысалы, жеке частный жұмыстар істейтін тұғым. Офисте пол жуатын тұғым. Кейін осыған келдім. Правильно тарту, қап көтеру, сонда қиын болды. Бастапқыда қиын болды шын. Қазір оңай болды. Зиян әрине бүйрекке, басқаға зиян болады. Тең 9-да келемін. Кешкі 7-8-де қайтамын. Соған дейін жағамыз енді. Арманым үй алу. Өкіметтің осыны берген 5-6 жыл болды. Сол үйімді алсам болды. Таңертең сағат 7-де үйден шығамыз. Осы жерге 8-де келеміз, маршрутпен келеміз. Содан қолымызға шелегімізді аламыз, шпәтімізді алып, сөйтіп растворымызды істеп, жұмысымызды правильномен тартатын жерін тартып, сөйтіп қолымызға жұмысымызды бастап істеп кетеміз. Кешке дейін тынбай жұмыс істейміз. Жасым 42-де, отбасым, бала шағам, күйеуім сондай бар. Бір қыз, бір балам бар. Тиянақты, әрі өзім ұнатқан жұмысым, енді басқа жұмыс істей алмайтын шығармын деп ойлаймын. Енді осыған әттен неғып қалғанда қолым осыған үйреніп. Арманым сол бала шағамның нәпақасын тапсам, биікке көтеріле берсем,
осы өстіп еңбек етіп жүріп неге жаңағы машина алып былай қыдырып неге шетелге барып сөйтіп қайтсам ба деп ойлаймын да.